Сәлем достар, сіздермен бірге блогингке саяхат және де мен Айжан Кәрібай. Бүгін біз сіздермен Инстаграмға сурет жүктеу жайына келетін боламыз. Алдыңғы сабақтарда біз сіздермен Инстаграмның нишасын қалай таңдау керектігін анықтадық. Сізге қай сала жақынырақ, лайфстайл ма, мүмкін аналар блогы, немесе тревел блог, немесе жай ғана вайндар түсіру ыңғайлы шығар. Сол себепті өзіңіздің нишаңызды таңдағаннан кейін осы сабаққа көшсеңіздер болады. Бұл сабақта біз сіздермен ең алғашқы біздің постымызды жүктейміз, яғни сіздерге қандай фото жүктеу керек. Яғни бұл сабақта біз сіздермен көбінесе визуал туралы сөйлесеміз. Жалпы визуалдың екі түрі бар, яғни егер де сіз блогыңызды жай ғана фотомен жүргізетін болсаңыз, онда сіз тұлғаға бағытталған, яғни тек қана өзіңіздің фотоларыңыз, яғни фотоальбом сияқты сіздің селфиіңіз, немесе сіздің жанұяңызбен түскен фотоңыз, неше түрлі ракурста түскен фотоларыңыз. Және де екінші түрі ол альбомны, яғни журнальный дейміз, сондай журнал сияқты Инстаграм парақшасы. Яғни журнал сияқты Инстаграм парақшасында тек қана сіздің суретіңіз болуы шарт емес. Жалпы ең бірінші ереже ол жерде үйлесімділік және де бір эстетика болады. Ол жерде сіз табиғатты да түсіруіңіз болады, архитектураны да түсірсеңіз, немесе жай ғана өзіңіздің қолыңызды, басқа бір нәрселерді, басқа адамдарды, басқа дүниелерді түсіруге болады. Тек қана барлығы үйлесімді, әдемі бір эстетикалық ләззат сыйлайтын, яғни жалпы бір журналда ақтарып отырған сияқты сондай бір әсер етуі керек. Ал ондай журнальный Инстаграмның бірден бір кемшілігі ол ондай суреттер өкінішке орай лайкты азырақ жинайды. Яғни сіз әдемі бір архитектураны әдемі қылып түсірсеңіз де, немесе бір табиғаттың бір көрінісін, гүлді бір әдемі қылып, әдемі ракурста түсірсеңіз, ол сурет сіздің өзіңіздің жеке фотоңыз тұрған суретке қарағанда азырақ лайк жинайды. Сол себепті тұлғаға бағытталған сіздің Инстаграмыңызда ол да жақсы. Яғни менің өзімнің жеке парақшам сондай. Ол жерде көбінесе менің суреттерім, 98% десек те болады менің суреттері, менің селфи, өйткені қайтып келмесек те бізге адамға қызық, адам адамды оқығысы келеді. Адам, яғни адамның өмірінде не болып жатқанын білгісі келеді. Ол қандай киім киіпті, шашын қалай жасапты, қандай макияж жасап, немесе кіммен бірге суретке түскен екен, қай жақта түскен екен деген сияқты басқа адамның өмірі бізге қызығырақ. Әрине, жаңағыдай әдемі профильдер олар да қызықты, олар да оқыған жақсы, бірақ көптеген біз көпшілік түрде айтатын болсақ, көбірек қарайтын ол біздің сол тұлғаға бағытталған Инстаграм парақшамыз. Сол себепті оны енді сіздер өздеріңіз шешесіздер. Ол да бір жаңағыдай музыка сияқты, мысалға поп музыка бар, және де мысалға андеграунд музыка бар. Біздің жаңағы жеке тұлғаға бағытталған Инстаграмымыз сол бір поп жанрындағы музыка сияқты. Сол себепті достар, өздеріңіз анықтаңыздар, қай бағытта сіздерге фото жасаған ұнайды. Егер де сіз бір кәсіби фотограф болсаңыз, онда әрине сізге жаңағыдай шығармашылық салу керек шығар. Сіз жай ғана өзіңіздің селфиіңізді жасай алмайсыз. Мысалы, сізге бір әдемі ракурстар іздеу керек, әдемі композиция жасау керек. Сол себепті әрине сізге жаңағыдай журнал сияқты Инстаграмды жүргізген өте жарасымды болады. Ал егер де сіз жаңағыдай ана болсаңыз, жас ана болсаңыз, немесе тревел блогер болсаңыз, немесе жай ғана өзіңіз жайында лайфстайл блогер болсаңыз, онда әрине өзіңіздің суретіңізді, өзіңіздің фотоңызды барынша көрсеткен дұрыс. Жалпы кез келген Инстаграмда, тіпті жаңағыдай эстетикалық тұрғыдағы журнальный Инстаграмда да өзіңіздің бет бейнеңіз шығу керек. Тек қана барлық өзіңіздің суретіңіз мүлде жоқ емес, міндетті түрде бір танысу посттарында болсын, міндетті түрде өзіңізді көрсету керексіз. Өйткені қазіргі адамдар еш бет пердесі жоқ нәрсені оқығысы келмейді. Олар кез келген қызықты, қанша жерден қызықты Инстаграмның артында кім тұр, оны кім жазып жатыр деген сияқты өзінің авторын көргісі келеді. Егер де сіздер өзімді көрсеткім келмейді, ұяламын, немесе өзімнің фотом онша емес десе, онда мүмкін сізге жаңағыдай жеке тұлғалық блогерлік сіздікі емес шығар. Сол себепті бір ойланып көріңіз. Және де келесі бір кішігірім лайфхак, өзіңізді жан-жақты ракурстан түсірген, ол өте қызық.
тек қана селфи емес, тек қана селфи ешкімге қызықты емес, өзіңіздің жаңағыдай ірі пландағы, мысалы бүкіл бойыңызды көрсететіндей, немесе өзіңіздің бір ірі план жаңағыдай өзіңіздің бетіңізді, көздеріңізді, барынша эмоцияларыңызды көрсететіндей сондай бір қызықты ракурстар іздегеніңіз жөн. Сонымен біз енді фотоға келдік. Біздің визуалымызды әдемі қылатын, сапалы қылатын қандай біздің көмекші құралдарымыз бар. Біздің фотоларымызды одан сайын сапалы, әдемі, ашық түсті қылу үшін бізге бірнеше қосымшалар қажет болады. Яғни бізге жаңағыдай приложениялар жүктейміз. Инстаграмдағы суреттерді Инстаграмның өзінде де редактировать етуге болады, яғни қосымша бір фильтр қолдануға болады. Бірақ енді ол көбінесе Инстаграмға жүктелген кезде бір естеріңізге салып алсаңыздар болады, Инстаграм барлығын сапасын кішкене төменірек қылып шығарады. Сол себепті Инстаграмның өзінде редакция жасағаннан көрі сізге қосымша приложенияларды жүктеп алған жақсырақ болады. Қосымша приложениялардың арасында негізгі 3 приложение бар. Барлық блогерлер соны қолданады, және де олардың көпшілігі тегін болуы да мүмкін, кәдімгі тегін емес түрлері де бар. Ең бірінші приложениямыз бізде Snapseed деп аталады. Бұл приложение бізге өте қарапайым қызметтерді ұсынады. Бұл жерде біз суретіміздің размерін, яғни өлшемін өзгертсек болады. Бұл жерде суретіміздегі кейбір жерде мысалға қыздарға ұнамайтын бір дақтар, немесе бір артық кетіп қалған, мүмкін бір балаңыз кіріп қалды, немесе көшеде түссеңіз бір артық адамдар фонда тұруы мүмкін. Сол адамдардың, мысалға фондағы адамдарды өшіруге болады. Немесе жалпы егер де бір жерге түстіңіз, асфальт мысалға кір болса, ол асфальтты сіз тазартып қоя аласыз. Немесе бір ақ еденде түссеңіз, ол еденнің түсі қатты ақ емес, кішкене кірлеу болса, оны әппақ қылуға болады. Сондай кішігірім нәрселер бар. Енді ол приложение өте қарапайым. Ең басты нәрсе бұл жерде менің жеке өзім жасайтын, ол жаңағыдай коррекция жасаймыз біз. Мысалға менің мына жердегі суретім тұр. Кәдімгі коррекцияны автокоррекция, мысалға приложениенің өзі-ақ сізге коррекция жасап бере алады. Немесе сізге бұл жерде ең өте кең таралынатын нәрсе крупное зерно деп аталады. Бұл жерді қолдансаңыз, сіздің суретіңізге кішкене де болса бір фильтрлар қолданылады. Оның біз бағытын, яғни кішкене оны азырақ қыла аламыз, және де интенсив стиля дейді, соны кішкене аздау қыла аламыз. Яғни барынша сізге суретті мүлде өзгертіп жіберу емес, кішкене де болса бір атмосфера қосу үшін керек. Ал суреттеріңіз тым қатты ретуштан өтсе, онда ол да кішкене әдемі емес, және де сапасыз болып көрінеді. Келесі приложениямыз Lightroom деп аталады, ол мына жерде тұр менде. Бұл кәдімгі Photoshop, яғни Adobe Photoshop'тың осы мобильді версиясы десек болады. Бұл жерде кәдімгідей қызмет түрі өте кең. Егер де сіз осы Adobe Lightroom'да фото өңдеуді жақсылап меңгеріп алсаңыз, онда кәдімгідей Instagram'ыңызды өте қызықты қылып жүргізе аласыз. Бұл жердегі басты нәрсе, сізге мысалға қараңғылау фотоны кәдімгідей өзгертіп жіберуге болады. Ол үшін астындағы әрбір кнопканы басып, кәдімгідей өзіңіз қарастырып шықсаңыз болады. Мысалға, мына жерде кішкене қараңғылау суретке мен кәдімгідей жарық қоса аламын. Бұлай кішкене мына экспозицияны жоғары көтерсек, кәдімгідей біздің суретіміз жарық болып шыға келеді. Немесе оның қатты жарық емес, контрастностын ғана кішкене көтере аламыз. Яғни кез келген экспериментті осы Lightroom'да жасасаңыз болады. Және де тағы да бір кішігірім лайфхак, мысалға Lightroom'да өзінің жасалынып қойған пресеттері болады. Егер де сіз блогерлердің арасынан өзінің суреттері арқылы фотоларын сапалы жасайтын блогерлер кейде өзінің пресеттерін тіпті тегін таратады. Немесе Google-ға жазып пресеты Lightroom десеңіз, өте көп пресеттер шығуы мүмкін. Ол пресет дегеніміз не? Ол кәдімгідей әдемі суреттердің сізге мына жерде ешқайсын бұлай бұрып отырудың қажеті жоқ. Тек қана сол суретке кіріп, сіз жаңағыдай нанести пресеты дегенді бассаңыз, ол сізге кез келген суретіңізді әдемі, кәсіби тұрғыда, профессионалды тұрғыда сізге әдемі қылып өңдеп береді. Енді біздің бұл
блогымыз фото өңдеу блогы кішкене қысқаша, яғни кіріспесі болады. Оны одан сайын тереңірек сіздер басқа да өзіңіз отырып тәжірибелер жасап, бір суретті қайта-қайта, мысалға мына жерде мен бір суретті өте көп пресеттермен өңдеген болатынмын. Осылай өзіңіздің стиліңізді тауып алсаңыз болады. Және де бір өзіңізге жасап алсаңыз пресет, оны бүкіл суреттеріңізге қолданып, инстаграмыңызды бір стильде жүргізуге болады. Енді келесі менің өзімнің сүйікті приложением суреттерді өңдеуге арналған, ол VSCO деп аталады, немесе VS Code дейді кейбіреулер. Бұл приложениеде тегін түрі бар, және де ақылы түрі, яғни расширениесі бар. Сол ақылы түрін сатып алу негізі өте ыңғайлы, сіздерге өте көп фильтрлар ашылады. Бұл жерде бір сіздерге айта кететін лайфхакым, мысалға суретті бірнеше приложениемен өңдеуге болады. Мен мысалға қазірде, былайша айтқанда, жеңіл түрдегі өңдеуім қалай жүреді. Ол бірінші суретті мен Snapseed'та жасаймын, яғни өзіме керекті өлшемін аламын, өзіме керексіз артық фондағы нәрселерін барлығын өшірем, және де ең соңында ғана осы VSCO-ға кіріп, ең соңғы менің этапым осы жерде фильтр қою. Ал егер сіздер керісінше жасайтын болсаңыздар, бірінші VSCO, сосын барып Snapseed жасайтын болсаңыздар, онда сапасы төмендеп кетеді. Немесе Lightroom мен Snapseed'ті мен жаңағыдай біресе Snapseed пен VSCO, немесе келесі рет Lightroom мен VSCO. Бірақ VSCO ең соңғы этап бізде, ұмытпаңыздар. Бұл приложение маған несімен ұнайды өйткені, мысалға, мына суретті ашсақ, бұған керекті фильтрді, дәл осы суретке арналған фильтрді VSCO маған өзі-ақ көрсетіп береді для этой фотографии. Тек қана осы суретке арналған, яғни жүйенің өзі, системаның өзі маған көрсетіп отыр. Мысалға, мынау фильтр әдемірек, немесе мынау фильтр. Егер де сізге тез арада жасау керек болса өңдеуді, онда осы VSCO-ға кез келген фотоңызды қойып, осы суретке арналған, яғни жүйенің өзі сізге сол өңдеуді жасап береді. Келесіде экспорттайсыз, сақтайсыз өзіңіздің галереяңызға. Және де келесі қадам, ол өзіңіздің инстаграмыңызды ашып, плюсты басып, жаңағы суретті қоясыз. Қойып, бірден жаңағы инстаграмның өңдеуін аттап кетсеңіз де болады, немесе мына ортасындағы өзінің автоматты кішкене өңдеуін де қоссаңыз болады. Бірақ оны 100% емес, кішкене бір 10-20%-дай сақтауға болады. Және де сол кезде сіздің суретіңіз өте әдемі, өте сапалы болып келеді. Ал енді суреттің жанына мәтінді қалай жазамыз, қалай қызықты мәтін жазу керек, оны біз сіздермен келесі сабақта қарастыратын боламыз.